Сәлеметсіздер ме, құрметті менің бикеш белгісінде толған көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Сіздерге арнап шілде айына астрологиялық жұлдызнама жасайтын боламын. Ең бірінші тоқталатын мәселе бұл сіздердің асцендент белгілеріңіз. Оны әр видеоларында айтып жүрмін. Асцендент белгіңізді міндетті түрде 50-50 қараңыздар. Өйткені асцендент белгісін мен бірінші секторға қойып қараймын. Сондықтан асцендентіңізді анықтаңыз. Білмесеңіздер, астында ссылка бар. Инстаграм, телеграм каналдарыма тіркеліп, сол жақта жазсаңыздар анықтап беретін боламын. Енді осы шілде айы сіздер үшін қандай болмақ? 3 шілде күні бізде Уран планетасы мен Венераның бір нүктеде қосылуы болады. Бұл екеуінің қосылуы сіздердің 9 және 10 секторларыңыздың шекарасында болады. Жалпы біреуі махаббатқа жауап беретін планета, сіздің комфортыңызға жауап беретін. Енді бұл екеуінің 10 секторда қосылуы бұл сіздің карьераңыз, статусыңыздағы бір резкий өзгеріс болуы мүмкін. Мүмкін сізге осы кезде резко жаңағы сүйікті адамыңыз үйленуге, тұрмыс құруға өзінің көңілін білдіреді, немесе сізбен серьезно жаңағыдай жүруге, қандай да бір қарым-қатынас деген сияқты мәселелерде өзінің көңілін білдіруі мүмкін. Ал егер карьераңызға байланысты болса, онда сізде резко бір карьераңызда жоғарылау болуы мүмкін, немесе резко сізге бір ерекше жұмыс ұсынуы мүмкін. Енді 7 күні Уран планетасы сіздердің 10 секторларыңызға 7 жылға кіретін болады. Жалпы соңғы 7 жыл бойы ол 9 секторларыңызда болды. Яғни сіздің жалпы өмірге деген көзқарасыңыз, осы өмірдегі орныңыз, жалпы сіздің кругозорыңызбен мықтап тұрып жұмыс істеген шығар. Яғни көп нәрсеге басқаша қарай бастаған шығарсыз. Соңғы жылда қандай өзгерістер болды сіздерде? Мүмкін бір кризистар болды ма сіздерде? Соны өздеріңіз ойланып көріңіздер. Жалпы Уран планетасы енді сіздердің 9 секторыңыздан шығып 10 секторларыңызға кіреді. Сіздердің карьераларыңызда қандай да бір өзгерістер болады алдағы 7 жылда. Мүмкін сонда айттым ғой, жаңағыдай бір керемет жұмысқа тұруыңыз мүмкін, немесе егер Уран планетасының аспекттары бір нашарлау болса, онда сіз өзіңіздің бір жұмысыңыздан шығып кетуіңіз мүмкін. Және де Венерамен қосылысы, Венераны түртіп өтуі, бұл дегеніміз енді бір сондай ойда жоқта бір қарым-қатынас болуы мүмкін, ойда жоқта сіздің статусыңыздың өзгеруі, ойда жоқта үйленіп тұрмыс құрып кетуіңіз мүмкін. Сондай ситуациялар болуы мүмкін. Одан кейін осы Уран планетасының Плутонға өте жақсы гармоничный аспекті бар, тригон деген аспект, және бұл екеуі Сатурнмен ұштасатын болады. Енді бұл жерде келер болсақ, сіздің 6 секторыңызға тоқтап тұр. Сондықтан мен көбінесе ойлайтыным, бұл сіздің карьераңыздағы өзгерістер. Өйткені Плутон планетасы сіздердің 6 секторларыңызда тұр. Сондықтан жұмысқа байланысты мүмкін бір тұрақты жұмыс табасыздар, мүмкін бір онлайн жұмыс болуы мүмкін, необычный жұмыс болуы мүмкін. Необычный жаңағыдай күн тәртібімен, графигімен. Уран планетасы бізде енді нестандартный планеталардың бірі деп айтамын. Сондықтан бір необычный жұмыс болуы мүмкін. Және де сізге мүмкін ойда жоқта жаңағы бір серьезный партнерство ұсынуы мүмкін. Яғни бірге жұмыс істейік, бірге селпесіп істейік деген сияқты бір жұмыс ұсынылуы мүмкін сізге. Мүмкін бұл сіздің танымайтын адам партнерыңыз, немесе өзіңіздің жұбыңыз болуы мүмкін. Яғни өзіңіздің жұбыңыз екеуіңіз бірге бір бизнес ашу деген сияқты, бірге жұмыс істеу деген сияқты болуы мүмкін. Енді бұл аспект бізде осы жылдың соңына дейін сақталатын болады аспанда. Енді үлкен планеталар болғандықтан олардың аспекттары да бізде ұзағырақ болады. Сондықтан бұл сіздерде жұмыс мәселесіне байланысты қандай да бір өзгерістер болуы мүмкін. Жұмыс мәселесіне байланысты қандай да бір мүмкіндіктер болады сіздерде. Өйткені тригон аспекті бұл бізде мүмкіндіктердің аспекті, яғни мүмкіндіктер шығады сіздерге жұмыс істеуге, бизнес бастауға. Жаңағы Сатурн планетасы бар 8 секторда, және осы аспекттің ең шыңында тұрған. Сатурн планетасы бойынша бізде өте серьезный нәрселер жүреді. Сондықтан бұл бір серьезный ұсыныс болуы мүмкін. Бәлкім сіздің бизнесіңізді бастауға партнеріңіз сізге көмектесуі мүмкін. Ақшалай, қаржылай көмек деген сияқты мәселелер болуы мүмкін әбден. Кейін 10 күні бізде айдың толуы болады. Айдың толуы сіздердің 5 секторларыңызда өтеді. Айдың толуы бұл кульминация деп айтамын. Бұл кезде адам қандай да бір шешім қабылдаса өте жақсы периодтардың бірі, өйткені адам осы кезде барлық картинаны жоғарыдан көре алады. Яғни осы кезде сіздерге бір қорытынды жасау оңай болады. Енді бұл сіздердің 5 секторларыңыз болғандықтан, тауышқа белгісінде болып жатқандықтан, жаңа айтқанымдай сіздің отбасыңыз құру, махаббат, отбасылы болу, өзіңіздің отбасыңызға байланысты қандай да бір мәселелерде нақты шешім қабылдайсыздар. Тауышқа белгісінің энергиясы бойынша бұл өте маңызды шешім болады. Өзіңіздің романтикалық партнеріңізға байланысты шешім жасайсыздар. Бәлкім жаңағыдай сізге бір ұсыныс келеді, сіз сол ұсынысты қабылдауыңыз мүмкін, немесе қабылдамауыңыз мүмкін. Яғни тауышқа белгісі бойынша либо я, либо жоқ деген жауап болады сіз жақтан. Яғни сіздер бұл кезде өте бір маңызды, тұрақты, сондай салмақты шешім қабылдайтын боласыздар. Айтқанымдай, бұл сіздердің романтикалық партнеріңізға байланысты, немесе
балаларыңыз болса, балаларыңызға байланысты мәселе. Мүмкін үлкен балаларыңыз бар, солардың мәселесі оқуына байланысты, солардың қандай да бір жұмысына байланысты шешімдерге атсалысатын боласыздар, немесе сіздерден сұрайтын болады. Үлкен балаларыңыз болса, немесе кәмелеттік жасқа толмаған балаларыңыз болса, солардың мәселесінде қандай да бір маңызды шешім қабылдайсыздар. Қандай шешім болмасын, бұл жерде сіздер өте рационалды боласыздар. Тауышқы белгісінің энергиясы жоғары болады бұл кезде. Одан кейін 15 күні бізде айдың түйінімен Марс планетасы бір нүктеде қосылатын болады. Марс планетасы бұл біздің импульсымыз, біздің әрекетіміз, ал ай түйіндері деген бұл өте маңызды. Әрбір адам өзінің ай түйіндерінің қай белгіде, қай секторда орналасқанын білу керек. Өйткені ай түйіндері бұл біздің даму эволюциямызға жауап береді. Мысалы, біздің адамзаттың даму эволюциясы бар ғой, барлығымыз оқыдық қой, даму эволюциямызды білеміз. Сол сияқты сіздің жеке даму эволюцияңыз бар. Сол даму эволюцияңыз қай белгіде, қай секторда екенін білсеңіз, сіздің өмір сүруіңіз жеңілдейді. Сіздің жалпы осы өмірдегі дамуыңыз жеңілдейді. Қай бағытта даму керек сізге, соның барлығын түсінетін боласыздар. Сондықтан біліп алыңыздар. Енді қайтадан жаңағы аспектке оралайық. Бұл екеуінің қосылысы сіздің бірінші секторыңызда болады және сіздің белгіде болады. Енді бұл жерде менің айтарым, ойланып көріңіздер, өзіңіздің бойыңызда, ойыңызда қандай да бір сізді ұстап тұрған нәрселер болуы мүмкін, сізді тұсап тұрған нәрселер, аяғыңызға тұсау болып тұрған нәрселер. Сол нәрселерді сіз оймен, мимен қабылдауыңыз керек және сол нәрседен шығуға тырысу керек. Енді бұл өмірде біздің өзіміздің туа біткен қабілеттеріміз болады және өмірде алу керек, үйрену керек деген нәрселер болады. Сол үшін өзіңіздің комфортыңызда жүрсіз қазір, мысалға дейік, комфортыңызда, сол комфортыңыздан шығу керек сізге. Сол үшін жаңағы айтқандай ай түйіндеріңізді анықтаңыздар, қай жерде екенін. Мысалы, оңтүстік ай түйініңізді қараңыздар, қай жерде тұр. Мысалы, оңтүстік ай түйіні сізде шаян белгісінде тұрса, мысалға, онда сіз осы өмірде отбасы құрасыз, отбасылы боласыз, балалы боласыз, шағалы боласыз, үйде отырасыз деген сияқты, тұрмыс құрасыз деген сияқты. Ал солтүстік ай түйініңіз сіздің, мысалы, тауышқы белгісінде тұр деп айтайық, қарама-қарсы тұрады бір-біріне әрқашан. Егер тауышқы белгісіне тұрса, онда бұл сіздің даму эволюцияңыз. Сіздің эволюцияңыз қай жаққа қарай, карьераға қарай деген сөз. Яғни сізге көбірек отбасы, ошаққасы емес, карьераға көңіл бөлу керек. Өйткені сіздің осы өмірдегі миссияңыз карьера деген сөз. Сондықтан өзіңіздің солтүстік ай түйініңіздің қай жерде екенін біліп алыңыздар. Сол кезде сіздер уже білесіздер, сіздерге қай жаққа қарай жылжу керек. Сондықтан менің айтып отырғаным жаңағы аспектте ойланып көріңіздер, қандай бір сіздің тұсап тұрған нәрсе бар, яғни сіздің алдыға қарай жылжуыңызға бір нәрсе кедергі келтіріп тұрма. Сол нәрсені түсініп, қабылдап, ары қарай жүру керек сізге, яғни сіз сол нәрсені осознавать етуіңіз керек. Түсіндіңіздер деген ойдамын енді. Бұл сіздің жеке басыңызға қатысты. Жалпы бірінші сектор деген бұл өте маңызды секторлар. Өйткені бұл сіздің барлық 12 секторыңыздың барлығын қамтиды. Карьераңыз болсын, армандарыңыз, мақсаттарыңыз, партнеріңіз, үйлену, үй болу, балаларыңыз, тұратын жеріңіз, қаржыңыз барлығы кіреді бірінші секторға. Өйткені бірінші сектор бұл адамның өзіне жауап береді, тұлғасына жауап береді. Сондықтан бұл өте маңызды. Ойланыңыздар, жаңағы айтқанымдай. Одан кейін 18 күні Меркурий планетасы ретро қозғалысқа кіретін болады. Меркурийдің ретро қозғалысы 3 аптаға созылады, 18-нен бастап 3 апта. Енді Меркурий біздің логикамызға жауап береді, біздің жалпы ойлау қабілетімізге, басқалармен қарым-қатынас жасауымызға жауап беретін планета. Сондықтан бұл кезде кішкене искажениялар болуы мүмкін сіздің қабылдауыңызда. Бір нәрсені дұрыс түсінбей қалу, бір нәрсені дұрыс түсіндіре алмай қалу деген сияқты ситуациялар болады, түсініспеушіліктер болуы мүмкін. Енді бұл Меркурий сіздің 12-ші секторда болғандықтан, бұл жерде сіздің басқа адамдардың сөзін дұрыс түсінбей қалуыңыз, яғни ренжіп қалуыңыз көбеюі мүмкін, жаңағыдай өкпе реніш сізде кішкене көбейеді. Болмайтын нәрсеге ренжіп қалу деген сияқты ситуациялар болуы мүмкін. Жалпы осы кезде өзіңіздің ішкі жан дүниеңізбен көбірек жұмыс жасау керек болады. Осы кезде сіздер өзіңіз жеке қалғыңыз келуі мүмкін, жалғыз қалғыңыз келуі мүмкін, яғни сізге жаңағы басқа адамдардан бөлектенгіңіз келеді, яғни отшельничество, өзіңіз жалғыз қалғыңыз келіп, өзіңізге жеке кеңістік, жеке пространство керек болады осы кезде. Сондықтан бұның барлығы нормальный жағдай. Меркурий планетасының ретро кезінде жалпы сіз ешкіммен араласқыңыз келмеуі мүмкін, яғни өз-өзіңізбен ойланып, көбінесе ойға шомылып жүретін боласыздар. Бұл кезде бір нәрселерді сатып алуға кеңес бермеймін, әсіресе техника, жаңағыдай бір оқу, білім деген нәрселерді сатып алмауға тырысыңыздар, өйткені Меркурий планетасының ретро кезінде қателесулер, шатасулар болуы мүмкін. Жалпы соңғы бір жылға одан да анализ жасаңыздар, өйткені сіздердің 12-ші секторларыңызда, яғни ең соңғы секторда сіздерде келесі айдан бастап бір қозғалыстар басталатын болады. Осы айда сіздер сондай бір
анализ жасайсыздар, көбінесе анализировать етесіздер. Одан кейін осы ай бойы, осы шілде айы бойы бізде аспанда бір жақсы тригон аспекті болады. Бұл Юпитер планетасы мен Лилиттің арасындағы тригон аспекті. Енді Лилит бұл біздің қорқыныштарымызға жауап береді. Біздің түсінбей қалған нәрселеріміз, дұрыс қабылдамаған информацияларымызға жауап береді, искаженияға жауап береді. Сондықтан бұл жерде сіздің қандай да бір жаңа нәрсені үйренуге деген, оқуға деген, білім алуға деген, қандай да бір армандарыңызды орындауға деген қорқыныштарыңыз болса, сол қорқыныштармен жұмыс істейсіздер, терең жұмыс істейсіздер. Жалпы осы кезде өзіңіздің қорқыныштарыңызды прорабатывать етесіздер ғой, былайша айтқанда. Енді бұл жерде Лилит сіздердің 3-ші секторларыңызда тұр. Сондықтан бұл жерде сіздің техника бұйымдарынан, қандай да бір мүмкін көлік айдауға деген қорқынышыңызды жеңесіз, қандай да бір ішкі қорқыныштарыңызды жеңетін боласыздар. Бұл сіздерде сондай бір жаңа нәрселерді үйрену, жаңа нәрселерді қабылдау, мүмкін басқа жұмысқа ауысу деген сияқты бір қорқыныштарыңыз, бәлкім соңғы қаншама жыл бойы бір жұмыста істеп келе жатсыз, яғни басқа бір нәрсені бастауға, өзіңіздердің арманыңызды орындауға, мүмкін сіз қазіргі өзіңіздің істеп жүрген жұмысыңыз ұнамайды, яғни басқа бір жұмыс істегіңіз келеді. Көріңіз осы кезде, міндетті түрде сынап көріңіз, өзіңіздің қорқынышыңызды аттап өтуіңіз әбден мүмкін осы кезде. Одан кейін 25 күні бізде айдың туылуы болады. Айдың туылуы кезінде Вселеннаядан жаңа энергия бөлінеді. Сондықтан бұл өте жақсы периодтардың бірі деп айтамын. Енді ретро Меркурий бар екенін ұмытпаңыздар. Бұл кезде қандай да бір қадамдар жасап жатсаңыздар, қатты ойланыңыздар, жан-жақты салыстырыңыздар. Енді бұл қадамдар сіздерде 11-ші сектордың төңірегінде өтеді. Бұл сіздің қандай да бір армандарыңыздың орындалуы, бағанағы айтқанымдай, өзіңіздің ұзақтан бері ойлап жүрген нәрсеңізді жүзеге асыруыңыз мүмкін. Соңғы уақытта сондай бір көп адамдардың арасына барып, сол жақта мүмкін биге баруыңыз мүмкін, немесе білмеймін енді сондай единомышленниктер, яғни йогаға баруыңыз мүмкін, спортқа баруыңыз мүмкін, жалпы көп адамдардың ортасына түсуіңіз мүмкін, көп адамдар өзіңіздің мүмкін бір хоббиіңіз бар, сол сурет саласыз мысалы, көп сондай суретпен айналысатын адамдардың ортасына түсу. Немесе бұл онлайн сфера болғандықтан сіз бір жаңа нәрсені үйренуіңіз мүмкін. Бағана айтым ғой сіздерде черная луна, Лилит 3-ші секторда деп. Сондықтан сіз сондай бір жаңа нәрсені үйренуіңіз мүмкін. Жалпы 11-ші сектор бұл бізде онлайн, интернет, жаңа нәрселермен байланысты сектор. Сондықтан бір оқу, білім алуыңыз мүмкін, бұл жерде жаңа нәрсені үйренуіңіз мүмкін, өзіңіздің армандарыңызды орындауыңыз мүмкін. Және Юпитер планетасының да осы жерде тұрғанын ұмытпаймыз. Юпитер планетасы бұл біздің кеңеюімізге, дамуымызға септігін тигізетін планета. Сол үшін бұл жердегі сіздің армандарыңыз, мақсаттарыңыз қандай да бір ортаға түсу, немесе жаңа достар табу болуы мүмкін, сол мәселелер бойынша болады. Міне бикештер, сіздерге арналған астрологиялық жұлдызнамам осындай. Міндетті түрде мені қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.